Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен өнер. Мен бүгін сіздерге өте тез жасалатын запеканканың жасалу жолын көрсететін боламын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге алдымен керегі картопты суда қайнатып аламыз. Піскен картопты жақсылап еземіз. Одан соң табамызға кішкене май құйып, майымызды қыздырып, үстіне жуамызды саламыз. Жақсылап жуамыз жұмсарғанша қуырып аламыз. Одан соң үстіне фарш салып, фаршымыз піскенше майда қуырамыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, қоңырауша белгісін басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Фарштың үстіне тұзымызды саламыз және қара бұрышымызды салып, тағы да қуырамыз. Бір 10-15 минуттай қуырсақ жеткілікті. Енді картопымызды табамызға орналастырамыз. Шыны таба болуы міндетті емес. Үйіңізде қандай таба болса да қолдана беруге болады. Одан соң үстіне майонез жақтым. Барлық жеріне жеткізіп жағамыз. Мен помидорды блендерден өткізіп, осылай құйдым, дөңгелектеп кесіп салуға да болады. Барлық құрамдарды төменде описание бөліміне жазып кетемін. Енді үстіне қуырылған фаршымызды саламыз. Барлығын тегістеп жайып шығамыз. Осыдан кейін үстіне сырымызды салып, барлық жеріне жеткізіп саламыз. Қалған помидорды осылай үстіне құйып шықтым. Енді 180 градуста 10 минутқа сыры ерігенше пісіріп аламыз. Міне менің запеканкам дайын болды. Дәмі өте керемет. Кешкі асқа немесе түскі асқа ұсынуыңызға болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.